тойға келген ағайын Беташарда зейін қойып тыңдайық деп Беташарымызды ашып алуға рұқсат етіңіздер. Сәлемді бергенде алғанда сауапқа ие болады дейді. Таңымыз ата берсін шапағатпен, әніміз жалғасыншы махаббатпен. Ассалаумағалейкум деп амандасып жатырмын ғой. Уағалейкум дей салшы шапарақпен деп бір шапалақ салып. Бастауға рұқсат еттіңіздер. Ауыл бар ма, ақсақалсыз, ағасыз, оның әрбір сөзін айтқанын аласыз. Сөз береміз қарияларға төрдегі тағылымнан зор ғибрат табасыз деп. Адам саны ограничение жоқ. Қанша болса сонша жинай бересің деп, әйеліңе қарап тұрса, елге қарамай, мінекей. Ал дайынбыз ба? Бір сонша 70-80 деп сандарыңызды көбейткенмен айгелманды да лақтып та кетті. Бақтыңыздар, қақтыңыздар, өскенен кейін алдыда бұлбұл құс құдағын жақсы көрмесе ұя салмайды деп өзімен өзі кетіп қалды. Папаң жылап қалмаса болды екен. Папа жыламайсыз ба? Астынан кесіп алсаңыздар, ұл болады. Ортасынан кесіп алсаңыз, қыз болады. Үстінен кесіп алсаңыздар, егіз болады деп жатыр. Енді мына торттың ішіне қара жіп пен қызыл жіп тығып қойдық. Егер де қара жіп кездесетін болса, бірінші балаларыңыз ұл болады, қызыл жіп кездесетін болса, қыз болады. Ал енді үйдегі су. Рахмет. Молодец негізі, өз тамағын өзі дайындап жеп ала береді екен ғой негізі. Спокойно кесіп алып, өзінікі тез-тез салып алып, әйелі өзінің салған кетті. Құрметті ағайындар, бүгінгі тойға баршаларыңыз конверт беріп жатсыздар ғой. Бізде мына музыканы, тамада, камераға түсіріп жүрген жігіттер, қыздар қосылып, бүгінгі тойға өзіміздің конвертімізді алып келдік, құрметті ағайындар. Бақытты болсын дегендер ашсын, бала шағалы болсын, басын